Деміне шойын балқып құрыш піскен Теміртау өр еңбектің астанасы деп Қасым Ботанов ақынымыз жырлағандай, Теміртау өндірісті қала тұңғыштарға тұғыр болған киелі мекен. Ал құрыш қаланың от жалын атқан домна пеші елбасымыз, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғашқы еңбек жолын бастаған қасиетті орын. Бүгінде елбасынан үлгі алып, жарқылдаған жалынның ортасында от көсеген көршілер жолын жалғастырып келе жатқан жастарымыз қаншама. Соның бірі 3-ші домна пешінің көрікшісі Ерхан Сейтмұратов. Фильмді көріп, содан кейін уже жаңағындай бізде екінші пеш дейді ғой, екінші пеште жаңағы ол кісі жұмыс істеген деп айтқан. Сол кісі сол екінші пешке келген есімде мен жаңағындай шойын неткен сол үлгі шығар сол кісілердің. Теміртау политехникалық колледжін, кейін Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті жанындағы техника-экономикалық колледжін бітірген жас жігіт алғашқы еңбек қадамын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы жанындағы өрт сөндіруші қызметінен бастайды. Ал 2018 жылы металлургиялық комбинатқа жұмысқа қабылданады. Әрине, алып өндіріске жаңадан келген жас жігіт үшін аузынан от үрлеген домна пешіне көрікші ретінде қабылдануы тосын сый болғаны рас. Алғашында көңілінде күдік пен қуаныштың қатар ұялағанын да жасырмайды. Именно горновой деп түсінді ойлаған жоқпын шыны керек. Тапсырып болғаннан кейін тостым. Где-то примерно бір жылдай, примерно 2 жылдай тостым. Ол жаққа тұру оңай болған жоқ, шыны керек. Ол жаққа айтады ғой, мужественный жаңағы кісілер, просто жаңағы, например, көбісі шыдамады. Соны жаңағы қасымда істейтін әріптестерім айтады, көбісі істеді, көбісі шыдамайды дейді. Ол жақта, во-первых, қыстық давление постоянно, например, қыста енді ыстықпен, суықпен сразу араластырып, ауырып қаласың, температураң сразу. И кісілер көбісі денсаулықтары шыдамады деп. Мен тұрдым, маған айтты, мен жарайды, мен будущий может нормально болады шығар, енді үйреніп кетемін, пока нетем дегенше. Істеп жүрдім, бір 2-3 ай қиналдым, шыны керек қиналдым. Бір жарты жылдай примерно. Содан кейін үйренісіп кеттім. Бұл алғашқы әсері ғана болатын. Бүгінде Ерхан Сейтмұратов 3-ші домна пешінде 6-шы разрядты көрікші. Бұл күндері ол ерекше мамандықтың қыр-сырын терең меңгеруде. Бұл орайда алдында үлгі тұтар тұлғалар жолымен ұжымда қатар еңбек етіп келе жатқан тәлімгерлері бар. Біз енді жасымыз үлкен болғаннан кейін бұл біздің болашағымыз ғой. Осы балдарға қазір осы жігіттерге өз мамандығымызды дұрыстап айтып берсек, олар ары қарай алып кетіп, басқа жас балдарға сөйтіп жаңағындай жұмыстың бәрін. Мен бірінші ұстазым, жаңа старший горновой дейді ғой, Валера дейтін кісі. Сол кісі болды бірінші тәлімгер. Сосын мастер дейді ғой, ол Испатаев Ақан. Ол кісі мастер жаңағындай, ол соның артында жаңа сол Валера, Ақан, жаңа қасымда жұмыс істейтін кісілер, бүкіл соның артында жаңа үйреніп. Көрікші ерекше төзімділікті қажет ететін ауыр жұмыс. Кезінде елбасымыз, ал оның іші тозақ, температура 2000 градусқа жоқ, оның үстіне газ, шаң, жүктеме ғаламат деп горновой мамандығына берген мінездемесі бұл жұмыстың қаншалықты қиындығын көрсетеді. Үнемі оттың алдында ыстық жерде 12 сағат тапжылмай жұмыс жасау оңай емес. Көрікшінің онсыз да ауыр жұмысын ыстық пен оттан сақтайтын киізден тігілген жұмыс киімі тіпті қиындата түседі. Дегенмен басты талап техникалық қауіпсіздікті бір сәтте естен шығармау керек. 12 сағат бойы осы киіммен техника безопасности дейді ғой, соны бірінші орында сақтап, осы киіммен жүреміз обязательно. Болмасаң да ұқсап бақ. Жас көрікші өндіріс алабындағы ең мәртебелі мамандықты меңгеруге ден қойыпты. Ал алға қойған мақсаты да биік. Көрікшілердің мәртебелісін жалғастырып, өз ісінің майталманы болу. Ол үшін ерінбей еңбек етуі, іскерлікті төзімділік пен көңілге тоқуынан жалықпауы тиіс. Әкесі Ердан мен анасы Мақсаттың үмітін ақтауды, ең бастысы әріптестерінің сенімнен шығуды басты міндеті санайды. Ордабұзар 30 жастағы жас жігіт отбасын құрған. Зайыба аяулым екеуі Айман есімді сүйкімді сәбилерін өсіріп отыр. Жалынды жас өзінің тәуелсіздік құрдасы екендігінде мақтаныш етеді. Ал біз ауыр еңбектен қорықпай, шойындай шың
шыңдалып келе жатқан жас металлург, көрікші Ерхан Ерданұлындай жастарымызды әрқашан мақтаныш етіп, өзгелерге үлгі санаймыз. Бүкіл қазақстандықтарға тілейтінім ашық аспан, еліміз аман болсын. Тұңғыш президентіміз жаңағыдай осы сол кісінің атынан бәріміз нетіп отырмыз. Сол кісілер аман болсын. Әке шешеміз, отбасымыз бәріміз аман болайық. Тәуелсіздігіміз баянды болсын.